Перизат Мырзахмет. Өмірдің аты М. Күлкіңнің құны қанша? Жалғасы. Сонымен не керек? Айдарға жауапсыз ғашықтықтың екінші жылы. Мейл агенттің дүрілдеп тұрған кезі. Әдеттегідей таңға дейін сценарий жазып, кеңседе қамалып отыратын Перизаттың агентіне біреу тықылдатып достық жіберіп қоймады. Таңғы 4 шамасы. Әдетте бөтен аккаунттарды қабылдамайтын Перизат тықылдатып қоймаған жаңа досқа қабылдау баса салды. Ол әңгімеге төтесінен кірді. Мен ауылдың оқымаған жігітімін. Менімен сөйлесуге қалайсың? Жігіттердің желбуаз мақтан, көпірме көпшік әңгімелеріне жиіркене қарайтын Перизаттың аузы ашылды да қалды. Ал сөйлесейік. Сол түні Орынбасардың жыры басталды. Бірінші күні киноға шақырды. Брэд Питт түскен «Человек, который изменил все». Перизат көзінің қиығымен бір қарап Орынбасардың күйін түсінді. Фильмнің не туралы екенін ұғып та отырған жоқ. Бірақ қыз үшін тапжылмай 2 сағат көрді. Екінші кездесуге бір құшақ гүлмен келді. Дайын тұрғанына біраз өткен букет екені шаң-шаң орамасынан көрініп тұр. Бірақ жігіттің тырысуы шаңды сүртіп кетті. Перизат үшін ықылас маңыздырақ еді. Әлі де сол ғой. 3-ші кездесу, 4-ші кездесу, 5-ші кездесу. Орынбасар достарымен отырысқа алып барды. Перизат олар Перизатқа ұнаған жоқ. Бірақ Орынбасар 6-ші кездесуге келді. Перизат осы жерде тоқтайық. Менің қазір қарым-қатынас кездесуге қолым тимейді. Үлкен жобалар жүріп жатыр. Мүмкін бір айдан соң хабарласармыз деді. Орынбасар тура 30 күннен соң СМС жазды. Тағы да кездесулер. Орынбасар нағыз жігітке тән салмақтығымен, мәрттігімен мені жібіте басталды. Бірақ сыйластықтан басқа, жақсы адамға деген құрметтен басқа сезім жоқ еді. Аңсарым Айдар болса да, оның суықтығынан шаршай бастаған шағым. Оның үстіне Перизаттың жасы 27-ге қарап қалды. Әкеден бастап дүкендегі сатушыға дейін неге жігітің жоқ деп шалбар кигеннің бәрімен таныстыра бастаған кезең. Жұмыс гүрілдеп, бірнеше жоба қатарынан келіп, формат ойлап табумен сценарийден шаршай тастаған шақ. 21 наурыз. Перизаттың сүйікті әншісі Земфира Алматыға келіп концерт беріп жатыр. Бұл нағыз фанат үшін сирек кездесетін бақыт. Перизат билетті 2 ай бұрын сатып алған. Сөйтіп концертке дайындалып отырғанда Орынбасар хабарласады. Концертке мен апарып тастайын, Перизат келісе қояды. Көлікке мінген соң Орынбасар, ертең наурыз ғой, менің тәтем анасы саған арнайы наурыз көже пісіріп алып келіпті. Дәм ауыз тиісін деп сені күтіп отыр. Соғып кетейік деп өтінді. Концертке дейін 3 сағат бар ғой деп Перизат тағы келісті. Көлік қаланың сыртына шықты. Перизат алаңсыз артқы орында отыр. Қаладан 50 шақырымдай асқанда Орынбасардың достары мінген көліктер бірінен соң бірі жанымыздан зу ете қалды. Перизат сол кезде барып түсінді. Орынбасар алып қашып бара жатыр. Айғай сүрен, алыс-жұлыс, қорқыту, боқтау. Перизат тас жолдың үстіне көліктің артқы есігін ашып секіріп кете жаздады. Орынбасар қол-аяқты қысып, ұстап телефонды тартып алды. Перизаттың өтінгеніне де, жылағанына да, жалынғанына да қараған жоқ. Орта жолға жеткенде Перизат шаршады. Көліктің артында сұлық отырды. Түн ортасына ауылға жетті. Жан-жақтан қаумалаған адам. Көліктен шықпаймын деп Перизатты жұлқылап шығарды. Босағадан аттамаймын деген Перизат үйге итеріп кіргізді. Перизатты. Әжесі келіп ақ орамалды жаба салды. Өз еркімен келдім деп хат жаздырды. Бәріміз осылай келгенбіз деп көпірген қатын қалаш бақытты болып кетесіңдер деген көпірген еркектерден жалыққан Перизат, не қылсаңдар оқылыңдар, тек үйіме хабарлаңдар деп жатып қалды. Оның алдында сценарий жазам деп
2 тәулік ұйықтамаған, мынадай арпалыспен күн өткізген перизатта шешім қабылдайтындай шама жоқ еді. Миының жалғыз арманы тезірек тыныштық орнаса екен. Тыныштық орнады. Мен үнсіз егіліп отырмын. Жылап жатырмын. Мына ессіздікке сену мүмкін емес. Бұның бәрі елес, түс. Дені сау адамдар бұлай істемейді. Сүймеген адамға ешкім зорлап қоспайды, деп өзімді өзім жұбаттым. Төргі бөлмеге ащы суға қызып алған жұрт, жастар бақытты болсын деп дарылдап жүр. Таңертең аласапыран қайта басталды. Ауылдағы жалғыз телефонмен әке-шешеге хабарлау, әкесінің қуанышында шек жоқ екенін даусынан түсінікті болды. Түнімен телефон күзеткен сіңлісі Бекзат қалғаның дұрыс емес деп трубканы қоя салды. Алматыдан 400 шақырым жерде айналасында туған да таныс та жоқ перизат жалғыз қалды. Содан құдалыққа дайындық басталды. Ауылдан шыққан жалғыз көлікке 7 адам мінгесіп Алматыға аттанды. Үлкендерді Қарағандыға жіберді. Сол кезде ғана миы тыныққан перизат бар ерік жүрегін жинап, Орынбасар, мені үйге апарып таста. Мен саған тұрмысқа шықпаймын. Алып қашқаныңды, маған өтірік айтқаныңды ешқашан кешірмеймін, деді де үйіне кіріп кетті. Тыныштық орнады, тағы да уақытша. Ертеңіне және содан кейінгі 1 ай бойы телефонға тыным жоқ. Орынбасар жақтан, перизат жақтан хабарласпаған адам қалмады. Қосылыңдар, ұят болады, жұрт не дейді, әлі-ақ сүйіп кетесің. Перизат жалғыз сенері, мен сенері Айдарға жалтақтады. Ол әдеттегі суықтығынан таңған жоқ. Анталаған жанашыр жалғыз өзі бетпе-бет қалған. Перизат менің даусымды естімеді. Өмірінде бірінші және соңғы рет перизат шешім қабылдады. Ақыл айтып анталаған жанашырлардан шаршап кеткен сонша тағдырдың тізгінін ұстата салды. Мені тыңдауға мұршасы жоқ. Менің өксігімді айналасының шулы аяусыз басып тастады. Отбасын құру деген өмірлік жауапкершілік 70 пұт шешімді басқа адамдар қабылдады. Жаны басқа, жазуы басқа адамдар перизаттың өмірлік сценарийна редакторлық жасады. Сондықтан Алланың алдында барғанда қандай өтініш бар десе, перизат ойланбастан біреудің өміріне мұрын тығатын тыраштанғыш жанашыр адамға арнайы жаза ойлап тапшы дер едім. Шариғат Алла адамның маңдайына жазу жазады дейді. Сол жазу сенің өміріңнің қалай басталып, қалай аяқталарын қай жолдар арқылы апарып шешеді. Ал өзің артист санайтын ғылым Андрей Курпатов атақты Қызыл дәрі кітабына адамның өмірі ми деген бағдарлама арқылы басқарылады. Ми не істеймін десе, қалай істеймін десе солай болады деген үкімін айтады. Ми маңдайда тұр. Бағдарлама деген жазу. Сонда дін де ғылым да адамның тағдыры бас деген қауашақтағы жазуға байланысты деп тұр ғой. Демек, қазақ атам айтқан, жазмыштан озмыш жоқ, жаны бар сөз. Маңдайға жазғанды көресің. Жазу ұнамай жатса, өзгертуге тырысасың. Өйткені адамзатқа берілген ең ұлы сый таңдау еркіндігі. Я жаратқан берген таңдау атты сыйды екі аяқты пенде алып қойғысы келеді. Өзіңнің таңдауымен жүргісі келеді. Сөйтіп құдай болғысы келеді. Сондықтан перизат үшін ең ауыр қылмыс біреудің таңдау еркіндігіне қол сұғу. Біз онсыз да көп маңызды дүниені таңдай алмаймыз. Жынысымызды, әке-шешемізді, қай заманда өмір сүретінімізді, ұлтымызды, туатын жерімізді,
Бұның бәрі аздай кімді сүйіп өмірімізді кіммен өткізерімізді таңдай алмасақ, сордың соры емес пе? Онсыз да ең басты дүниелер біз үшін шешіліп қойған. Құдай шешкен, оған қарсы тұрмақ қауқар жоқ. Ал қалған мәселеде неге басқа адам біздің өмірімізге қатысты дүниелерді шешу керек? Әлқиса Перизат пен Орынбасар некесін қиып, бір шаңырақтың астында, бір төсектің үстінде өмір сүре бастады. Әуелде Перизат менің үнімді мүлдем тыншықтырып, қоғам дұрыс деп бекіткен қағидалармен өмір сүру дұрыс деп шешім қабылдады. Маған Айдарды ұмыт, қайтсең де Орынбасарды қабылда деп ақырды. Мүмкін осылардың айтқанын істесем керек болармын, таңдаулы болармын, жұрт айтатын бақыт деген осы шығар, мен ғана шығармын адасып жүрген деген ой басым түсті. Демек, осындайға ғана лайықпын. Перизат махаббатқа сүйенгеніне қосылуға, бақытты өмірге емес, жай ғана тіршілік кешуге туған шығармын деген ой шырмауықша шырмады. Бұл ой қамаудан құтылғысы келген Перизат жұмысқа басымен кіріп кетті. Күні-түні түсірілімде, монтажда, сценарий жазуда, іс-сапарда, үйге келмеу, Орынбасармен жеке қалмаудың қамы. Бірақ жеке қалғанның өзінде де ашылып сөйлеп, ақтарылып сырласпады. Қабағы ашылмады, қатты да қалды. Іші толы өкпе реніш. Оның бәрін Орынбасарға алғашқы күннен ашып айтты да: мен бәрін де кешірем, тек сатқындықты кешіре алмаймын. Ал өзіме қарап тұрып өтірік айту, жылатып алып қашу сатқындық. Ешқашан кешірмеймін. Көнсеңіз осы, көнбесеңіз де осы. Орынбасар үнсіз тыңдап, құрбасы шұлғи беретін. Дұрыстап кешірім де сұрай алмады. Перизат Орынбасарды да ақтап алуға күш тапты. Махаббатпен емес, тұрмыс үшін ғана бас қосатын ортада өскен бақытты жұптың үлгісін көрмеген жігіт. Көргені сол, түйгені осы, көнген өзім. Сол реніштерден бе жоқ, тынымсыз жұмыс қажытты ма, әйтеуір аяқ астынан белі қатты ауырып жүре алмай қалды. Қабырға жағалап дәретханаға әрең жететін. Бірден 12 келі арықтады. Дәрігерлер ұзақ уақыт 2 бүйректі емдеп, антибиотиктердің түр-түрін салды. Оған тәуір болған Перизат жоқ. Соңғы ауруханада ғана бас дәрігер компьютерлік томография жасап, жанын қинап жүргізбей тастаған бүйректер емес, арқадағы протрузия екенін анықтады. Ал психоматика арқаның ауруы адамның арқасүйер ешкімі жоқ екенін, ешкімге сене алмайтынын алға тартты. Тәннің өзі Перизаттың бұл шешіміне, бұл жүрісіне разы емес екенін көрсетті. Бірақ айналасына өзіне өзі ерегесіп алған Перизат тағы да тістене түсті. Сөйтіп жанымен арпалысып жүргенде арада 2 жыл зу ете қалды. 3 күннен кейін көрге де үйренесің деген пенде ғой. Сүймейтін адамның жанында тіршілік кешуге емнің еті үйренді. Жұмыста баяғы таңдаулы керек қалпына келді. Бірі аяқталса, бірі басталып жатқан республикалық, халықаралық деңгейдегі мега жобалар. Бастығы Мегамозг атап, кәсіби орта түгел Мегамозг деп танып алған. Атан түйе ауырсынатын жауапкершілік, жеке өмірінде де тыныштық, сүйіп кете алмаса да күйеуі бар. Бауырлары қасында әке-шешенің көңілі жай тапты. Денсаулық дұрысталды. Ал Орынбасар шыдамдылығымен өкпе реніштің сенің бұза бастағандай болды. Бар қалауым Айдардың бір ауыз жылы сөзі, бір жылы көз қарасы болса да, Орынбасардың қой аузынан шөп алмайтын момындығы, отбасына деген адалдығы,
еңбекқорлығы таразы басын тарту бастады. Жақсы жар деген сол емес пе? Еңбек етсе, тамақ тапса, үйге келсе, артық жүріс-тұрыс болмаса, ұрмаса, соқпаса, боқтамаса, екі жаққа бірдей болса, ортасында абыройлы болса, одан артық не керек? Бұдан артық бірдеңе сұрау күпірлік емес пе? Жұртта бұл да жоқ. Сүю деген не тәйірі? Bir күн бар, bir күн жоқ. Ал сенімді еркек қамсыз кәрілік шыдауға болады. Перизаттың миы мені осылай азғыртты. Осы ойлар әйелді ғашық қылмаса да, мұз боп қатып, көңілі жібітіп, екеуара жылы қарым қатынас орнауға бет алды. Сүйдіре алмаса да сыйлата алды. Осы тұста баяғы мен таңдаулы болсам, мен керек болсам, бас көтерді ғой. Өтелмей қалған балалық қажеттілік тағы да өз дегенін қылды. Әлемде әйтеуір бір адам мені керек қылып тұр екен. Неге соның үмітін ақтамасқа? Неге соның дұрыс жары болып баласын өсірмеске? Менің тағдырым, миссиям осы шығар. Менің бақытым біреуді бақытты қылу шығар. Мүмкін шынайы сүйіп кетермін. Үміт. Әйтеуір бір бақытты боламын деген сенім. Ертең бақытты болу үшін бүгінгі күнді құрбан ет деген жалған ұран. Сол жылылық күрделі өзгеріп әкелді. 4 жыл тұрмыста бала көтере алмаған Перизаттың ішінде менімен қатар екінші жүрек соға бастады. Жұрттың бәрі жабылып Құдайдан сұрап алған сәбидің аты Әдия бегім деп қойылды. Әкесінің көшірмесі. Өмірге жаңа адам әкелу, бұл бала бәрін түзейді деген сілімтік сеніммен туу жарық дүниені жаңа көріп тұрған балаға үлкендердің қателігін дұрыстайды. Алысты жақын, суықты жылы етеді деп үміт тарту. Не деген сорлы едің, ми?